Ақшам шерифлеріңіз қайырлы olsun. Бүгін ноябрьдің 9-ы ве Қырым işğalinin 986 күні. Бүгін эфирімізде. Трамп Американың яны президенті oldu. Клинтонның телефон хайырлаваны қабул еттім. Дональд Трамп Обамадан да ширитлі olacak. Я думаю, постарается договориться с Путиным, но Путин не договороспособный. Федераль хабер васталары Русияларының диққатыны ось меселелерден халқара хаберлерге чеке. Это для того, чтобы вы не думали о том, что вам нечего есть. Дональд Трамп Америка Кошма Штатларының 45-ші президенті oldu. Америкада ilk сайлауларының нәтижелері белгіленді. Жұмхуриет фырқасының кесінлештіречек рейлеріні Висконсин велетіндікі ғалибе кетірген. Бойлейджі етірлі 270 еріне Трамп 276 рей қазанғандар. Бұндан да ғайры Жұмхуриетчілер Конгресінің 2 одасында да ғалибе қазанғандырлар. CNN білдіргеніне көре, эсас рақыбы Хиллари Клинтон мағлюбиетіні таныды. Девлет кетибі Клинтонның телефон хайырлаваны қабул еттім. О эпімізні ғалибенен хайырлады. Мен де оны бе оның құрынтасына өткерілген сайлав компаниясы или хайырлап, яқшы көрешігі үшін тешекірлер білдірдім. Әрбір Америка Қошма Штатларының ватандашыны темсил етмеге сөз берем. Мен үшін бұл пек мұйымдыр. Америка 45-ші сайлаулар нәтижелері доллар вемалиеви базарларының йығылуына себеп oldu. Сөзді Қырым акиметінің елбашчысы Сергей Аксенов білдіргеніне көре, Америка миллеті музбет денешмелер олажағына үміт беслей. Андаки сайлауларны Аксенов ұғықсыз Қырым референдумы ile қияслады. До выборов обычно политики делают одни заявления. Как правило, то есть после выборов программа может измениться в корне. Жизнь покажет. Дональд Трамп ғалибесі ақында керіч сәкенлері не түшінмектелер? Оцениваю победу. Ғалибе қазанғанына қуанам, 5 қоям. О яқшы президент olacak. Может, с Россией подружиться. О Русиянен достлаша, біздерге яқшы олыр. Санкциялар, экселер. Мне лучше бы, если был Трамп. Во-первых, Клинтон надо... Трамп олғаны яқшы, чүнки Клинтон хастайын сан. Оның кейік бақшы бар. У него дикий взгляд. Что говорил он при выборах? О сайлаулардан евел ишандырғаны бір шейдегіл. Насыл олғаныны вақыт көстерер. А как он покажет себя как президент, время покажет. Біздің президент дегіл шәрі алтында Калифорния штатының Окленд шерінде наразылық акциясы кече. Шерінің чешіт көшелерінде янгынлар да башланған. Америка Қошма Штатларының яны президенті келечек сене январь айының сонында Бияс сарайына көчежек. Украинаға Жұмхуриетчісінің ғалибесі кетірежегі ақында мұхберлеріміз біле. Трамптың ғалибесі Америка Қошма Штатларында сайлау системасы қави олғанын тимсаледір, деп қайдеті мечлис рейсі Рифат Чубаров. Оның айтқанына көре Трамптың менфатлары Путиннен бір олмайжақтыр. Соединенным Штатам Америки Америка Қошма Штатлары әр заман Авропамен анлаша. Авропа шурасы санкцияларını түшірмейжеклер. Русия саясатчылары Трампны истеділер, ama олар сонына қадар Трамп ким олғанını білмейлер. Русияге нисбетен Америка Қошма Штатларының иқтисади санкциялар емшақ еді, деп қайдеті Русия мұхалифет саясатчысы Илья Пономарев. Трамптың мемориеті бұл меселеде серче даврана жағында емен. Сначала, я думаю, постарается договориться. Башта Трамп Путиннен анлашмаға тырышачақ, ama онен анлашмақ қиын олыр, чүнки оның үшін Обама ве Путин арасында давада да күчлі олыр. Азбарда көзі açылған еке айдут шақыз бірі-бірінен давалашса, оларының бірісі кнопканы баса біле. Начинают друг с другом драться, то, конечно, они могут начинать нажимать на кнопки. Қырым прокуроры Наталья Поклонская Трампны Ярамадада кешірілген референдумны танымасына чағырды. Русия Девлет думасында есе айны хабер алғышларнен қаршыланды. Дорогой Дональд, Урметлі Дональд, біз сізні ғалибенен хайырлаймыз. Хиллари қартана раатлансын.
Америка Кошма Штатлары илеридеде Украина бірдемлігіне қол тұтачақ. Америка Кошма Штатларындаки Украина элчісі Мария Йованович Штатлар Украинаның күшлі партнеры олып қалачағындан емин. Сайлауларда эки фырханын етікчелері Украинаға низбеттен хүчлі ярдым көстеріп, МДСНР бірдемлігіні демократик Авропа институтларының интеграциясының инкишаф етмесіне қол тұттылар. Бұл саясет айны шекілде девам еттірілежек. İlk defa 1928 senesi Prezident Memuriyeti ve Kongresinin iki palatası siyasi güçlerini nezaret etmeye başlagandır. Amerika Koşma Ştatları yanı Prezidentin inaugurasyasını gelecek sene yanvar ayının 20'sinde yapacak. Elvina Sidbulayeva, Roman Spiridonov, Eldar Taraktaş ve İslam Pinka. Zaman АТР. Словакия Авропа шурасының өлкелерінден бірінші девлет оларақ Украинада Русия тежавузны таныды. Бұны таздықланған екі тарафлама декларацияны Украина ве Словакия президентлері имзалаған. Весиқада екі девлет Украин ватандашлары ве Крым татарларының қорвы үшін әрекет етежеклері ақта сөз үрсетілі. Абсолютно чітко заявлено про підтримку нашого суверенітету. Біздің мемлекетіміздің бүтінлігіне қол тұтқанларыны білдіріп, Қырым işgalini танымайлар. Веден бастаки Русия тежавузыны тақбих етелер. Словения açık aydın өз ноқтайы назарыны білдіргені үшін тешекүрлер білдірем. На сході нашої держави. Қырымдан Русия Девлет Думасына сайланған 6 депутат Авропа шурасының қара жетвеліне кірсетілді. Авропа шурасының малия назирлері Қырым işgalci акиметіне қаршы яны санкциялар кірсетмесі ақында анлашқанлар. Оларының арасында Руслан Бальбек, Светлана Савченко, Веда Адорды. Шымда Авропа шурасының санкция жетвелінде 151 шақыз ве 37 шіркет кірсетіліп, оларға Авропа шурасының мемлекетлеріне кетмесі ясақ етілерек, есапларыны да тондырылғандыр. Украина территориаль бүтінлігіне зарар еткен әрекетлер себебінден шура яны санкция жетвеллеріні ұйғынлаштырған. Петр Казимир, Словения, Маалия назиры. Русия тышышлері назирлігінде Авропа шурасының яны санкцияларына жевап бережеклеріне ишандыралар. Бұл ақта малюмат ресми сайтта дер жетілген. Русия хутлеви хабер басталары Русия ватандашларының диққатыны девлет проблемаларынан чекмек үшін халқара мевзулар ақында сөз өрсетелер. Мухалиф Константин Боровой Русия акиметіне яқын олған телеканалының эфирінде Русия пропагандасыны тенқит ете, оз чықышны хусуси интернет ағында тарқата, чүнки эфирден оның сөзлері кесіліп ташлажағында емен. Здесь есть хотя бы один человек, который не понимает, что вот эти истории с шиитами, с суннитами, там, с Алеппо и там, с Ракой, это для того, чтобы вы не думали о том, что вам нечего есть уже. Ишғал олынған Қырымны қанунсыз зиярет еткен дайки Русиялі актерға Украинаға кермелері ясақ етілді. Төневін ақшам Украина сыныр бекчелері Николай Добрынин ве Людмила Артемьеваға учылық ясақны сеслендірелер. Русия ватандашлары махкеме отырышыны беклеместен Украина территориясына терк еткенлер. Печелері сыныр қызметчелері Қырымны зиярет еткен Кристина Саркисянға ясақ чықардылар. Ахмезжетке Москвадан учахнен Русия паспорты ile келген адам, анда чоқ олмадым. Sonra қызымнен де ратланмақ үшін Қырымға барған едім. Бұл біздің соңки хаберімізді, АТР Леоныз, көрішмек үзре.